Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ешқандай да қамыр елеп пісіруді қажет етпейтін оп-оңай жасалынатын муравейниктің рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажет осындай печеньемізді салапанымызға салып, оқтаумен жақсылап ұнтақтатып аламыз. Содан соң өзімізге ыңғайлы ыдысымызға саламыз. Салып болғаннан соң бізде осындай ерітілген маргариннің үстіне сгущенкамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз біркелкі түскенше араластырамыз. Енді осы массамызды жаңағы ұнтақтатылған печеньеміздің үстіне құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан соң өзімізге ыңғайлы осындай шағындау стаканға формасын шығаратын боламыз. Мен стаканның ішіне осылай салапан саламын. Сонда біздің муравейнигіміз жабысып қалмай формасын жақсы ұстап шығатын болады. Барлығын дәл осы видеодағыдай жасап шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай муравейнигіміз өте әдемі болып шықты. Барлығының формасын жасап болғаннан соң міндетті түрде 5-10 минутқа тоңазытқышқа салып қою қажет. Сол аралықта муравейниктің құрамындағы маргарин қатып, муравейнигіміздің формасы әдемі болып шығатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.